Баршаңызға сәлем. Бүгін мен керемет бір маскамен бөліскім келіп тұр. Ол сізді жасартады, кіші әжімдеріңіз болса кетіреді. Ол үшін бізге картоп крахмалы немесе жүгері крахмалы керек. Бал, глицерин және бізге су қажет болады. Балдан бір шай қасық алып, ерітіп аламыз. Егер сіздің балға аллергияңыз болса, қолданбағаныңыз дұрыс. Сөйтіп мен оны микроволновкаға салып кішкене ерітіп алдым. Картоп крахмалынан бір шай қасық қостым. Егер жүгері крахмалы болса, ол да болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, глицеринді қосамыз. Айтқандай бұл маска, егер бетіңіз тез қабыршықтанып кететін болса, оны да жақсы кетіреді. Және бұл масканы 5 рет жасау керек. Жасағаннан соң бір 20 минут ұстаймыз. Кішкене су қосып, жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша кішкене ғана су қоссақ жеткілікті. Міне дайын болды біздің маскамыз. Енді осыны бетімізге төменнен жоғары қарай жағамыз. Асықпай жақсылап жағып шығамыз. 20 минут ұстаймыз. Қараңыздар, өзі бұл бір жасағаннан ақ результатын байқайсыздар. 5 күн жасаймыз. 5 күннен соң бетіңіздің қалай өзгергенін, кішкене жасарғанын, әжімдердің азайғанын және егер қабыршықтанып кететін болса, бетіңіз соның кеткенін байқайсыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мен каналыма жазылыңыз.